Құрметті достар, бүгін біз сіздермен VirtualBox'та бірнеше тапсырмаларды орындайтын боламыз. Жалпы бірінші тапсырма бұл VirtualBox'тағы машиналарға қолжетімділікті шектеу дейді. VirtualBox'тағы машинаны таңдаңыз, баптаулар дейді. Жалпы бірінші тапсырма бойынша біз VirtualBox'та Windows'қа пароль қоятын боламыз. Жалпы бірінші кезекте біз VirtualBox'тың официальный сайтына кіріп, дәл осы жерден осы файлды тартып алуымыз керек. Мен бұл файлды тартып қоямын, осыны басу арқылы тартасыздар. Және де тартылып болған соң VirtualBox'қа кіріп, инструменты дегенді басып, установить дегенді басамыз. Және де сол файл, тартқан файлды басамыз, открыть басамыз, переустановить. Я согласен. Көріп тұрғаныңыздай, менде бұл файл тартылып қойған. Және де парольді мен Windows'қа қоятын боламын. Так, ол үшін бізде Windows'қа ішіне кіреміз, общийден шифрование дисков. И включить шифрование дисков. И мына жерде 256 қоямыз. И мына жерге өзімізге ұмытып қалмайтындай бір пароль қоямыз. Так, бізде пароль 00. И сақтаймыз. Бұл бізде тартылып болды. Және де біз енді Windows'ты қосамыз. Қосылып жатыр. Бізге осы кірген кезде пароль сұрайды. Жаңағы енгізген паролімізді жазамыз. Так, біз енді екінші тапсырма бойынша, бізде екінші тапсырма емес, үшінші тапсырма. Так, VirtualBox'та баптаулар сетінен желі бөлімі өтіңіз, желі режимде NAT немесе Internal Network етіп орнатыңыз дейді. Так, бұл жерде біз бірінші кезекте VirtualBox'қа кіреміз. Так, инструменты и мына жерде сет деген таңдаймыз. Виртуальный сети дегенде өзі мынандай бір сет болады өзі. Оны ештеңе істемейміз. Сети NAT деген жерге өзіміз енгізетін боламыз. Ол үшін біз бірінші өзім енгізіп көрсетейін. Так, создать деген кнопканы басамыз. Мына жерге өзіміз кез келген нәрсе жазсақ та болады, жазбасақ та болады. И осы жерден применить деген кнопканы басатын боламыз. Сол кезде сети NAT-та осы сет пайда болатын болады. Жалпы үшінші тапсырма бізде осындай. Так, келесі тапсырма. Ары қарай бізде төртінші тапсырма VirtualBox'та машина вирусқа қарсы қорғау орнатыңыз дейді. Жалпы VirtualBox'та вирусқа қарсы антивирус орнату, яғни антивирус негізінде VirtualBox'та Windows скачать еткенде өзі автоматты түрде орнатылатын болады. Жалпы оны тексеру үшін пуск батырмасын басамыз, параметріне кіреміз. Бұл жерде так, безопасность, конфиденциальность и защита деген бөлім өтеміз. Безопасность Windows. Осы жерден антивирустың бар екен көруге болады, яғни ол автомат түрде өзі орнатылады. Мына жерден қарап көруге болады. Мына жерде Windows 11 операциялық жүйесінде осы екінші бөлімге өткен жерде осы жерден
компьютерді толық сканерлеп өткізуге болады. Яғни вирус бар ма, вирус жоқ па, толық өткізіп беретін болады. Сонымен біз ары қарай 4-ші тапсырманың ең соңғы тапсырмасын орындайтын боламыз. Мына функцияларды шектеңіз дейді. Яғни біз бұда VirtualBox-қа кіреміз, және де Windows. Жалпы бұл тапсырмада Windows-та настройкаға кіреміз. Настройканың ішінде дополнительно drag and drop деген нәрсені өшіріп қоямыз функциясын. Бұл сіздерде мына үшеуінің біреуінде тұруы мүмкін, яғни выключить қоямыз. Бұл жалпы бұл функция неге жауап береді? Бұл өзіңіздің компьютердегі основной операциялық жүйеңізбен осы VirtualBox-тағы операциялық жүйеңіздің арасындағы байланысты орнататын функция. Жалпы 4-ші тапсырма осы мен аяқталады.